сіздерге мен Шұғыла, және мен бүгін сіздерге тек түсіретін боламын. Менің қазақша видеоблогер атанғаннан бері көптеген видеоларым басқаша рубрикада шықты, тек шықпапты. Сол үшін мен бүгін тек түсірейін деп шештім. Бұл тектің аты «Я жоқ» деп аталады. Мен 15 сұраққа жауап беретін боламын. Ал сіздерге қызық болса, онда біз бастаймыз. Бірінші сұрақ: видео түсіргенді ұнатасың ба? Иә, әрине. Маған видео түсіру ұнамаса, мен қазір видео түсіріп отырар едім. Екінші сұрақ: мектепке барғанда ұнатасың ба? Қалай бір қызық болғанмен сізге? Иә, маған мектепке барған ұнайды. Жазғы каникулды қызық өткізесің бе? Менде әрқашанда қызық өтеді деп айта аламын. Үйге анаңа көмектесесің бе? Неге менің анам жасау керек? Мен өзім жасағанды ұнатамын, және тазалық мен үшін ең бастысы. Балмұздақ жегенді ұнатасың ба? Иә, маған балмұздақ жеген ұнайды, бірақ мен өлең айтатын болғандықтан маған балмұздақ жеуге болмайды. Бірақ әрине, енді жазда қалай жемейсің? Пицца жегенді ұнатасың ба? Иә, пицца маған ұнайды, бірақ аса қатты емес. Скейтборд ойнағанды ұнатасың ба? Мен скейтборд ойнамаймын. Жоқ деп айта алмаймын, менде бар, бірақ ойнағанды ұнатпаймын. Маған ролик көбірек ұнайды. Мен жазда далаға шығып қыдырғанды жақсы көремін, ал осындай бір скейтборд, пейнтборд, ролик, тағы басқа да велосипед теуіп далаға шыққанда аса қатты ұнатпаймын. Маған ағылшын тілі ұнайды. Менің кумирларым, әншілерім, жақсы көретін актрисаларым, актерларым, бишілерім, атақты көптеген адамдардың гелде емес, бір 80% ағылшындар. Олар ағылшынша сөйлейді, сондықтан ағылшын тілін ұнатпау мүмкін емес. Табиғатты ұнатасың ба? Маған табиғат, қалай айтсам болады, орташа. Бір кездерде ұнайды, кейбір кездерде ұнамайды. Мен аса қатты сондай табиғатты жақсы көретін адамдардың бірі емеспін. Достарың көп пе? Иә, мен нақты айта аламын, менің достарым көп. Достарымның сатып кеткен кездері болды ма сені? Кейбір кездерде болды, және ол туралы әңгіме қозғағым келмейді. Лагерде болып едің, және лагерь саған ұнай ма? Лагерде мен шынын айтайын, ешқашан болмаған, және болғым да келмейді. Маған әрқашан айтатын, лагерьге қаласың ба деп ата-анам айтатын. Лагерьге барса үйде босқа жатқанша интернет көріп, жоқ. Қысты жақсы көресің бе? Қысты мен негізінде қысты суықтығы үшін, қар болатындығы үшін, даланың бәрі әппақ болып жататын үшін, және мерекелер үшін. Жаңа жыл және көптеген, мысалы Қазақстанға байланысты мерекелер болады. Және ең бастысы, менің туған күнім ақпанда болады. Бір ай қалды. Үздіксің бе? Иә, әрине. 5-ке оқимын. Әдемі сурет сала аласың ба? Бұған өкінішке орай жоқ деп жауап беремін. Өйткені маған бірінші сыныптан бері бейнелеу сабағы, технология сабағы аздап кішкене ұнайды, қазір ұнай бастады. Еңбекке баулу болатын бастауышта. Маған бейнелеу сабағы ұнамайды. Мен сурет салғанды жек көремін. Мен негізі сондай тырысып салатын болсам, негізі мен суретті нормально салам. Ал негізінде маған сурет салған ұнамайды, және әдемі етіп суретте сала алмаймын. Салғым да келмейді. Және менің видеом соңына жетті. Егер сіздерге бұл видеоның соңында лайк баса, комментарийге менің қандай видео түсіргенімді қаласыз, сол туралы жазсаңыздар. Және менің басқа да әлеуметтік желілеріне жазылуды ұмытпаңыздар. Ал сіздермен бірге болған Шұғыла. Пока-пока!